Құрастырғыш барлық жастағы балаларға арналған ең танымал ойыншық. Жай ғана ойыншық емес, дамытушы ойыншық. Құрастыру барысында бала қолдың ұсақ моторикасын ғана емес, координациялық қимыл қозғалысын да шынықтырады. Сонымен қатар түстер мен формаларды үйреніп, қиялын ұшқырлайды. Кеңістік ойлау қабілетін дамытып, шыдамдылығын шыңдайды. Логикасын дамытып, есте сақтау қабілетін арттырады. Құрастырмашақпен машина, поезд, үй, роботтар, тіпті жануарларды құрастыруға болады. Қысқасы, фантазияңызға байланысты. Бұл ойыншық баланы 2 реттік кеңістіктен 3 реттікке оп-оңай шығарады. Осыншама көп пайдасымен мақтана алатын ойыншықтар аз. Бірақ біз бүгін әдеттегідей кітапша бойынша құрастырмаймыз. Құрастырғыш бөлшектерден баланы ұзақ уақытқа қызықтыратын көптеген ойын түрлерін көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, бізбен бірге болыңыздар, ал біз кеттік, бастаймыз. Егер үйіңізде құрастырғыш ойыншықтың бөлшектері түгел емес, немесе ескірген болса, тастамаймыз. Оларды наклейкалар жабыстырып ойнайтын керемет ойыншыққа айналдырамыз. Біз машинкалармен ойнаған жақсы көреміз, сол себепті наклейкаларымыздың көпшілігі машинкалар болды. Баланың міндеті конструктор бөлшектерін жинау әрі суретте бейнеленген элементті құрастыру. Келесі көрсетілетін ойын түрлері конструктор элементтерін фигурасына, түсіне және формасына қарай топтастыру болып табылады. Бұл ойын арқылы балаңызға түрлі түстерді, формалар мен пішіндерді үйренуге көмектеседі.
Ал мына бір қызықты ойынды жасау үшін қағазға конструктор элементтерінің түсіне қарай бір-бірінің үстіне реттестіріп сызып аламыз. Балаға берілетін тапсырма түстер реттілігін және конструктор элементтерінің реттілігін сақтай отырып, қағаздағы бейнеленген бейне бойынша құрастыру. Ал мына бір қызықты ойын арқылы баланың жас ерекшелігіне сай сандармен таныстырамыз және санауды үйретеміз. Баланың міндеті әр санның тұсына конструктор элементтерін қойып шығу. Мысалы, бір санның жанына бір элемент, екі санның жанына екі элемент, үш санның жанына үш элемент дегендей. Ал достар, менің каналымда қызықты әрі дамытушы ойындар өте көп. Ондай ойындардың плейлистін ссылкасын описанияда қалдырамын. Бүгінгі ойын сіздерге ұнаған болса, бізге лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Бірге ойнаймыз, бірге дамимыз.